Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де шоколад қосылған құймақ жасап көрмеген болсаңыздар, сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, әрі жылдам жасалынатын рецепт. Толық рецепті көршін YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне шекер қосамыз. Төменге описанияға рецепті қанша мөлшерде керек барлығын жазып қалдырамын. Және де ертілген сары май, менде шедевр майы, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң осының үстіне сүт қосамыз. Сүт жылы болу керек. 500 мл сүт, яғни жарты литр сүт. Араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттер, яғни алдымен ұнымыз, онда міндетті түрде електен өткізіп қосамыз, және де үстіне сода, какао қосамыз. Менде какао рахат какаосы, бірақ сіздерге рахат какао түсі ашық болғандықтан Малайзия деген какао қосуға кеңес беремін. Малайзия какаосы кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Немесе Несквиктің какаосын қоссаңыздар да болады. Ең алдымен осылай венчикпен араластырып аламыз. Одан соң миксерлейміз. Өйткені алдымен венчикпен араластырмайтын болсаңыздар шашырап кететін болады. Бұл жерде мен уже миксермен араластырып алдым. Осындай сұйық консистенцияда болып шығады. Енді газға табамызды қойып қыздырып аламыз. Осындай сұйық май қосып, аздап щеткалап жібереміз де, қызғаннан кейін бір ожауды толтырмай құймағымызды құямыз. Асты жақсылап қызу керек. Осылай тесіктер пайда болғаннан кейін 1-2 минуттан кейін келесі бетіне аударып пісіреміз. Мінекей осындай болғаннан соң 1-2 минуттан кейін құймағымыз дайын. 15-20 шақты құймақ шығады. Жасап көріңіздер, ерекше әрі дәмді болып шығады. Әртүрлі қаймақпен, творогпен немесе шоколадпен дәл осылай ұсынсаңыздар болады. Яғни өз қалауларыңызға қарай. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоны жіберіп алмау үшін менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын достар.